Советтік пропаганда сау адамды жынды қылатын, мұсылманды кәпір қылатын бет қаратпас екпінмен совет адамының санасын тоқтаусыз соққылап жатқанда, қалайша Жұмабектің ұлтшылдығын өшіріп, партияшыл сезімін өсіріп жібермеді. Ол кезде кез келген шенеунік, тіпті комсомол деңгейіндегі жастардың өзі партия не десе сол болады. Партия қайда жұмсаса, сонда барамыз. Партияның бұйрығы талқыланбайды деген ұранды құлшына орындайтын. Партияның шешіміне қарсы пікір айту діннен шығып кәпір болғанмен бірдей. Советтік пропаганданың екпіні күш алып тұрған тұста Жұмабек қалайша ұлттық мүдде үшін партияның бас хатшысымен ұстасып отыр. Әсіресе Хрущев заманында ерекше уағыздалған тіл ұлт деген болмайды, территория ортақ болады деген утопиялық идеяға мүлде сенбейтін иммунитетті қайдан алды? Біздің пайымдауымызша оның тарихи себебі бар. Бірақ нақты емес. Егер антология ғылымының теориясымен түссек, түсіндіруге болады. Бар нәрсе жоғалмайды, жоқтан бар пайда болмайды. Демек, Жұмабектің бойындағы алаш арыстарына тән ұлтшылдық Қаныш, Мұхтар, Ілияс арқылы жеткен деп санаймыз. Енді осы аналогияны Жұмабектің алаштық мінезін анықтағанда қолданамыз. Яғни ол ұлттық мүддеге табан тіреп, алдыңғы алаш буыны сияқты айқасқанда бұл күрескерлік мінездің бір идеядан тарағанын түсінеміз. Оны алаштанушы ғалым Дихан Қамзабекұлы да мынадай тұжырыммен саралайды. Тәшеневті жақын таныған азаматтар оның мына қасиеттерін ерекше айтады. Бірінші, отаншылдығы. Екінші, ұлтқа деген терең сезімі. Үшінші, қағидатшылдығы. Төртінші, тарихты меңгерумен білуге деген шынайы ықыласы. Бесінші, өнер мен мәдени қайраткерлерді құрметтеуі. Алтыншы, табиғи гуманизмі. Жетінші, білімділігі мен біліктілігі. Осындай мәнді, жүйелі қасиет кімдерде болады деп тарих жолын парақтап жіберсек, алдымыздан алаш кезеңі мен алаш тұлғалары шыға келеді. 1937-1938 жылғы репрессияда алаш зиялысының 99% атылды. Осы арқылы советтік жүйе ұлттық идеяны жойғысы келді. Халықтың санасына жаңа советтік идеяны сіңірді. Ал зиялылардың қалған 1% Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Нұртас Оңдасынов, Ілияс Омаров, Жұмабек Тәшеневтер халықтың жүрегінде өлмей қалған мемлекетшілдік идеяны там-тұмдап қайта жаға берді. Дихан Қамзабектің пікіріне қарап, Жұмабекті алаштың ізбасары деп айта аламыз. Енді бізде қансонарда аңға шыққан аңшыдай қазақ тарихына үңіліп, Жұмабектің ізін кесіп көрелік. Бұл із бізді қайда апарып тірейді екен? Жұмабек бала кезінде Аршалы ауылында туып өсіп, Бабатай мектебінде сауат ашты. Сосын Ақмола қаласында оқуын жалғастырды. Ақмола 9 жолдың торабында орналасқан. Әлемде пайда болған тың идея мен жаңалықтар бұл мәдениет ошағына бұрын кеп түсетін. Байлықтан білім жасауға көшкен сауатты һәм дәулетті қазақтар кез келген жаңалықты сіңіріп алып, қазақы нақышта қолданысқа салуға бейімделіп алған. Бір ғана Қосшығұловтар феномені Ақмола өлкесінің қаншалық дамып кеткенін әйгіледі. Олар 1912-1913 жылдары Ақмолада неміс автокөлігін шығаратын зауыт салмақ боп, Германияның Opel сияқты компанияларымен келіссөздер жасап жатты. Одан бөлек Ақмолаға Саламандра, Зингер, Якір фирмаларын әкеліп өндіріс ошақтарын ашты. Қосшығұлов және компания деген кондитерлік фабрикасы дүрілдеп жұмыс істеп тұрды. Алаш зиялыларының ұлттық мемлекет туралы идеясы мен концепциялары вирус сияқты таралды. Бұл кезде Жұмабек 5-6 жасар бала еді. Ұлт ұстазы Ахмет шығарған қазақ газеті де 1912 жылдан бастап қазақ даласын сілкіп оятып жатқан.
Міржақып Дулатовтың «Көзіңді аш, оян қазақ көтер баста, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін нашарлап хал арам боп, қарағым енді жату жарамасты» деген өлеңі зиялы қазақтың ұраны сияқты сарыарқаға түгел жайылған. Сұлтанмахмұттың «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне, күн болмағанда кім болам» деген өлеңі Жұмабектей жастардың намысы мен жігерін қайрады. Бұл шақта 28 жастағы Әлімхан Ермеков Лениннің кабинетінде 8 сағат алысып отырып, қазіргі Қазақстанның территориясын сызып алды. Әлімхан мен Лениннің арасында осы айтыс-тартыс талай аңызға арқау болды. Тіпті Ахмет Байтұрсынов Әлімханмен 6 сағат айтысатын орыстан да Ленин деген бір мықты шыққан екен деп тамсаныпты десе. Алаш арыстарының айналасында өрбіп жатқан осындай жалынды оқиғалар сол дәуірдің көзі ашық қазақтарын бей-жай қалдырмаған. Осындай тарихи оқиғалар бұрқ-сарқ қайнап жатқанда, Ақмоланың ауқатты һәм сауатты қазақтары қоңыр тіршілігімен саудасын қорып, әсерленбей, әрекетсіз жүре берді дегенге ешкім сенбейді. О заманның адамы да біз сияқты тұрақталған тәртіпті төңкеріп жіберетін кез келген саяси оқиғаға дереу реакция танытады, ойланады, толғанады, келешегіне көз тастайды, ұрпағын алдағы өзгерістерге бейімдейді. Кейбір естеліктерде Жұмабектің Сәкен Сейфуллин өлеңдерін жатқа білетін айтылады. Інісі Ұлықпан Бәшеновтың айтуынша, Жұмабек бірде еңлік кебек поэмасын жатқа айтып берген. Демек, жас Жұмабектің ішкі мәдениетінің қалыптасуына шәкәрім шығармашылығы да кәдімгідей әсер еткен. 6-7 жасар Жұмабек сол сәтте ұлт ұстазына сәлем беріп, өзінің оқуға ниетті екенін айтады. Ахмет оның талабына риза болып, бата берген екен деседі. Жұмабек Тәшенов өзінің 1979 жылы жазған естелігінде 1928 жылы Ақмолада Ғаяз Абдуллин деген зиялыны көрген жазады. Ғаяз деген кім? Ол жайлы аз-кем тарқатайық. Ғаяз Абдуллин 1879 жылы дүниеге келіп, өз бетімен талпынып, оқу білім іздеп, Мысырға барып, діни медресе бітірген деседі. Одан соң Ыстамбұл университетінде білім алады. Сосын туған қаласы Ақмолаға оралады. 1911-1914 жылдары Ақмолада мектеп ашып, жаңа төте жазумен шәкірттерге білім береді. Ол білімін кеңейту үшін Уфадан Хангелдин деген білімді адамды алдырыпты деседі. Зерттеушілердің айтуынша Әбжан Қайдаров, Ахмеде Ғаббасов, Мәлік Тәукейханов, Жақия Салық, Қайып Айнабековтер сияқты Ақмолаға танымал азаматтар осы ағартушыдан білім алған. Ал Әбжан Қайдаров қазақ мультфильмінің атасы саналатын Әмен Қайдаровтың әкесі. Советтік дәуірде Ғаяз Абдуллин уездік оқу білімінің тапсыруымен алыстағы ауылдар Нұра, Қорғалжан, Есіл, Атбасар, Ақкөл өңірлеріне барып, мектеп ашуға көп күш-жүгер жұмсаған. Оның тікелей қатысуымен Ақмолада балалар үйі ашылады. Ғаяз 1926-1928 жылдары Ақмоладағы 10 жылдық қазақ орта мектебінде ұстаздық етеді. Өкінішке қарай Ғаяз ерте дүние салып, Жұмабек одан тікелей дәріс ала алмайды. Бірақ оның бір шәкірті Мәлік Тәукейханов оған сабақ берген. Жұмабекте Ғаяз ұстаздың балалары Асхат, Нәжетпен техникумда бірге оқып, дос болып араласқан. Тұяқбаевқа айтқан бір естелігінде Жұмабек былай депті: Ғаяздың балалары да зерек болатын, олар әкесін қатты ардақтады. Оның атқарған қызметі жайлы үнемі әңгімелеп, кітаптарын, қолжазбаларын көрсететін. Әлі есімде, Аристотельдің философиялық мұраларын, Ғабдолла Тоқай мен Абай өлеңдерін, Мысыр мен Қазаннан шыққан басқа да кітаптарды осы үйден алғаш рет көрдім. Мұның бәрі Ғаяз ұстаздың өз бетімен ізденіп тапқан мұралар екен. Тіпті ол бір баласының есімін
Аристотель деп қойған. Жұмабектің балалық шағына қатысты дерек аз. Шағын өмірбаянында 1915 жылы Ақмола облысы Аршалы ауданында дүниеге келгені айтылады. Балалық, жастық шағым Қарасу ауылында өтті. Жасым 13-15-ке толғанда шаруашылық жастар мектебінде мұғалім болдым. Ликбез деген оқу шықты. Ауылдағы ата-аналар баласын оқуға бергісі келмейді. Әсіресе қыздарын жібермей ушу болды. Жаныма 2-3 көмекші алып, Вишнев ауданындағы ауыл-ауылдар алып мектепке бала жинаймыз. Қойгелді, Бабай, Күйгенжар, Береке, Қарасу, Танакөл сияқты ауылдардан жиналған 10 шақты баланы оқыттық. Одан комсомол деген шықты. Мені комсомол ұйымының хатшысы етіп қойды. Бабай ауылының жанынан қызыл отау аштық. Оған керекті киізді ауылдардан жинап, жыртығын жамадық. Шешемнің қызыл атлас көйлегіне ұран жазып, ту етіп іліп қойдық. Күйгенжар ауылынан орыстар МТС ашты. Қазақ балаларын техникадан хабары жоқ деп алмай қойғанда, басшылармен сөйлесіп, 5-6 қазақ жігітін қостым. Кейін ол жігіттер ауылдың жақсы механизаторлары болып шықты. Осы дерекке қарап-ақ оның ұлтшыл азамат екенін танимыз. Бозбала шағында қатарлас қазақтарды сол заманның техника өнеріне орыстармен қатар баулуға атсалысуы туғанның намысшыл екенін білдіріп тұр. Арғатасының кім болып, қандай елім игеріп, қандай кәсіпті дөңгелеткенін болжау әзірше мүмкін емес. Оған негізгі кедергі сол кездегі советтік режим. Бай тұқымын қыспақта ұстайтын режим орнағанда, дәулетті қазақтың ұрпағы қоғамға араласу үшін ата тегін кедей, батырақ етіп көрсетуге тырысқан. Мысалы, 1936 жылы 26 қарашада Вишнев аудандық жер комитетінің өкілі Школьныйдың қолы қойылып, мөрі басылған құжатта Жұмабектің әкесінің атымен қызметі өшіріліп қалған. Ал Жұмабек өз өмірбаянында әкесі Тәшенмен бірге қуаңшылықпен күрес колхозының малын баққаны туралы жазады. Бұл дерекке сену қиын, себебі Тәшенмен немерелес Бәшен есімді туысы ауқатты болған үшін Жамбыл облысын жағалап, ақырында Түркменстанға ауып кетеді. Кейін қолайлы сәтті пайдаланып, Қаратау етегіндегі Созаққа қоныс аударады. Сол Бәшеннің немересі Ұлықпан Мүсінұлы сол жақта білім алып өсіп өнген. Мектепті бітірген соң Жұмабек Тәшеновтің үйіне жиі барып тұрған. Оның Шымкенттегі өміріне қатысты көптеген деректі жақсы біледі. Қазірге дейін Жұмабек ағасының атын жаңғыртып, оның атына көше, мектеп беру, ескерткіш ашу сияқты насихат жұмысына белсенді араласып жүр. Әдетте дінге ықыласты емес қазақтар баласының атын кездейсоқ оқиғаға орай қоя береді. Оның бір мысалын 19 ғасырдың аяғында жазылған орыс офицері Лыкошиннің естеліктерінен де байқайсыз. Ол бүйдейді: сарттарға метрке беру оңай, себебі олар баласына ат қойғанда дінге сүйеніп, шектеулі есімдердің шеңберінен шықпайды. Ал қазақтарда болыс күрделі. Олар баласына есім бергенде ешқандай стандартқа бағынбайды. Ауа райына, көшіп қонғанына, үйіне келген қонаққа, тура келген той томалаққа қиыстырып атаулар бере береді. Бірде қарызы көп қазаққа бір дәулетті туысы көмектесіп берешегін өтеп тастапты. Соған разы болып әлгі қазақ сол күні туған баласына төлеп берді деп есім беріпті. Айта берсе, мұндай оқиға қазақ арасында көп. Көтібар, Жылқайдар, Көшкінбай, Боранбай, Дауылбай, Жанбырбай, Қаржау, Жылғабай, Тезекбай деп ат қоя береді. Совет дәуірі тұсында кейбір адам есімдері қоғамда болып жатқан оқиғаларға сай түрленді. Мысалы, Мэлс, Съезд, Советбек, Жигули, Эрнест, Кеңес, Октябрь деп кете береді. Ал діни білімі бар, ауылда молда ұстаған, ишанға қол берген, бала шағасына кітап ашып, есім қоятын мұсылман қазақтарды баласының есіміне қарап бірден танисың. Қазір де солай. Дінге бет бұрған қазақтар бала шағасына міндетті түрде діни есімдер қоюға тырысады.
Сол сияқты Жұмабектің атасы Тәшен мен әкесі Ахмет екеуі де Әзіретті Мұхаммед пайғамбардың есімін еленген. Тәшен Тәжмұхамбеттің қысқарған түрі, ал Ахмет Мұхамбет пайғамбардың және бір есімі. Осыған қарабақ Жұмабектің аталары дін тұтынған, кітап оқыған, молда ұстаған әулет деп айта аламыз. Жалпы қазақ тарихында ақыл парасат пен ар-ұяттың алдында тізе бүккен тұлғалардың қайсы болмасын, Түркістан шаһары мен Яссауидің әруағына ерекше құрмет көрсеткен. Совет үкіметі орнағалы бері жауыз большевиктер Түркістанның атын өшіріп, Яссауидің ілімін жоюмен шұғылданған. Тіпті 1000 жылдық тарихы бар қожалар қауымын Түркістаннан бездіріп жіберген. Соның өзінде қазақтың адал ұлдары коммунистермен жағаласып жүріп, Яссауиді назардан шығармаған. Жұмабекте Яссауи кесенесіне келген бір сапарында топырақпен көміліп жатқан шығыс моншасын көріп, іші удай ашиды. Совет үкіметі орнағалы бері бізден бұрын қазақтарда өркениет болмаған, сендерді орыс келіп адам қылды деп аузы тынбай пропаганда жасап жүрген. Сондай кезде 1000 жылдық тарихы бар шығыс моншасының мен мұндалап тұруы олардың жүйкесіне тиген. Құм астында көміліп жатқан дала музейін қазып алуға ниеті болмаған. Жұмабек осыны көрген бойда шығыс моншасын қайта қалпына келтіруге пәрмен береді. Бір қызығы, оның жұмыс жүйесі сол күйі сақталған. От жаққанда қазанмен бірге бүкіл бөлменің едені қызып сала берген. Осылайша монша іске қосылып, 1975 жылға дейін халыққа қызмет қылған. Кейін Алматы қаласында Арасан моншасын осы үлгіде соғамыз деп, Түркістандағы моншаның жылу жүйесін ақтарып қопарып зерттейді. Осылайша Арасан дүниеге келеді. Есесіне шығыс моншасы істен шығады. Совет инженерлері оның жылу жүйесін сол күйі қалпына келтіре алмайды. 1979 жылдан бастап ол жай ғана музей қызметіне ауысты.